қашан ойлап тапқанын білесіңдер ма электрик карларды? Қашан? Достар, меніңше адамзатқа кішкене шанс берсеңдерші. Көміп тастап да. Bloomberg'тің есебі бойынша 2025 жылы әлемде 3,4 миллион электр аккумулятор блоктары қалып қояды екен. Мен енді электрокардың акцияларын алмас едім деп ойлаймын. Мен түсінемін, что электрокар ертеңгі күні ол дамиды по-любому. Сол үшін мен бүкіл сегментті ала саламын. Телералдың несін енді портфельді ашып қарасам, оның бағасы $493 түсті. 2 еседен асып. 2 есе. Қандай көңіл күйің қалай, ауа райы қалай. Официальный болудың қажеті жоқ. Чисто сол. Айгүл ханым. Бастаңыз. Көңіл күйіңіз қалай? Ойбай, күшті. Уже екінші подкаст. Уже корона где-то там просвечивает. Өзіңіз? Ақырындап жүрміз. Қазір бір грипп па, бір нәрсе жүр ғой, бала шаға ауырып. Ойбай, бәріміз ауырып отырмыз. Көр деген басып жатыр бәрімізді. Вакцина салып үлгердіңіздер ма? Бізде бәрімізде вакцина бар. Кейбір балдар, мен өз тәжірибемден үлгермей салдырып ақырында. Негізі қашан 1 жасында салады ғой, сосын 6 жасында салады ғой. КПП дейма, көл-красновый паротит деген нәрсе ғой. Соны салу керек обязательно. Жарайды, дұрыс. Бүгін негізі біз электрокар туралы сөйлесу керекпіз ғой. Electro vehicles деген ағылшынша. Электр машиналары Алматыда толып тұр ғой. Зикрлар, BYD. Electro vehicles деген дұрыс па әлде қалай? Негізі қалай айтылады ағылшын тілінде? Былай да айтсам болады. EV дейді негізі бәрі қысқартып. EV деп айтады. Немесе BEV дейді. Мысалы, battery electrical. BEV, сөйтіп айтады. BEV vehicles деп. Жақын арада неде болғам? Аты нет? Достық, Аль-Фарабида не бар? Магнум ба, сондай. Соның қасында, акасы BYD сатады екен. Өтіп баратсам қарасам, көп электрик карлар тұр екен сол жерде. Таң қалдым, әдемі түрлері. Звездолет сияқты бәрі. Вообще, мініп көрдіңдер ма электрик машинаға? Мінгем, Түрлері әдемі, бірақ мен мінбеппін. Сыртынан көрдім ба? Ол жылтырақ болғаннан не пайда дегендей ғой, ол пайдасына байланысты ғой. Әлихан Бөкейханов Міржақыпқа хат жазған кезде, Мир Якуб әлемнің кеңдігінен не пайда, аяқ киімің тар болса деп. Сол сияқты бұл қанша жерден әдемі болса да, оның пайдаға жарары қалай. Сол негізі. Анау күн суық кезде 15%-ға батарейкасы өліп қалады. Кондиционері қоссаң 20%-ға батарейкасы өліп қалады. Физиканы жақсы білетін адамдар негізі түсінеді ғой, неге олай екенін. Бірақ электрик кардың енді қазір несі ғой? Енді популярный болып келе жатқан кезі ғой. Дамып келе жатыр. Енді дамып келе жатыр. Ол жағын инженерлер ойлап жатыр да, қалай істеуге болады, не істеуге болады екен. Электрик кардың үстіне не қояды екен? Солнечный батарея. Сосын беспроводной зарядкаларды ойлап тапқан екен. Сотканы қойып қоясың ғой. Ал машинамен болса, былай келіп тоқтай қаласың, зарядканың үстіне. Ол зарядталады екен. Марковкада. Альтернативалар көп. Негізі қашан ойлап тапқанын білесіңдер ма электрик карларды? Қашан? 19 ғасыр. 1800 жылдары олар сол кезде, енді электрик кар шыққан кезде, бензиновый машинаға, двигатель внутреннего сгорания дейді ғой, соған қарағанда более популярный болған екен. Неге? Характеристикалары қазір не үшін алады? Сол машиналар сол үшін популярный болған. Дыбыссыз жүрген олар и тез жүрген. Сол үшін алған. Неге не қылмады? Оны дамытпады сонда? Қазір ол жағын айтып кетем. Енді электрик карлардың бар ғой, ең бірінші болып 100 км/сағат жылдамдықта асқан машина, ол электр машинасы. Тарихтағы. Осылай, ол рекордты басқан. Бірақ не үшін популярный болмай қалды? Сол кезде electrical grid дейді ғой, электр жүйесі қатты дамымаған болғандықтан, қазіргідегі любой жерге зарядканы қоя салмайсың да ол кезде. Ол кішкене ыңғайсыз да болды. Ал енді топливный машина дейді ғой, бензиновый болсын, там
қандай да топливо болмасын, ол енді оңай кішкене кустарный способ қой, любой жерге цистернаны қоя салдың, міне саған бензоправка деуге болады. Сол үшін кейін ДВС машиналар нетіп кетті, асып кетті электрик машиналар артқа қалып қойды. Негізі қалай ойлайсыздар, мысалы электрокар енді ол андай жасыл энергетика деп айтып отыр ғой бізге, енді ол действительно несі пайдасы бар ма жасыл экологияға қалай ойлайсыздар? Мұқаш айтып кетті ол жағын. Ойбай, мен не дейді ана қожа айтпақшы, егер өз арманды жазатын болсам дәптерге сыймай қалушы еді деген сияқты, электромобильдер туралы жазатын болсам, ол да бір дәптер болады. Қалай ойлайсыздар, негізі ол действительно мына глобальное потепление соны не қыла ма, азайта ма? Мысалы кім бар? Рикардо деген инжинирингтік компания бар. Сол компанияның есебі бойынша бір дана іштей жанғыш қозғалтқышы бар, двигатель внутреннего сгорания дейді. Іштей жанғыш қозғалтқышы бар бір дана көлікті шығару үшін атмосфераға 5,5-5,6 тонна көмірқышқыл газ шығады деген статистика бойынша. Ал электромобиль шығару үшін бір данасы онда 8,1-8,6 тонна көмірқышқыл газ шығады екен. Оның жартысы оның аккумуляторында. Аккумулятор шығару үшін. Өндіріс кезінде ма? Өндіріс кезінде. Сонда біздің электромобиль нарыққа шықпай тұрып, экологияға зиян тиіп тұр ғой. Қаншама көп. Жарайды, ол шықпайды, анау электромобиль жүре келе, ол жанар жағармай жақпаған соң оның зияны азақ болады деп ойлайсыз ғой. Бірақ олай емес. Не үшін? Қазақстанда, дәл Қазақстанда ол электр энергиясын өндіру үшін бізде жылу электр станциялар қолданылады ғой. Көмірдің басын. Ал оның зиянын кім есептейді? Мысалы, егер жылу электр станциясы дамыған мемлекет болатын болса, Қазақстан сияқты, онда 1 киловатт сағатына энергия өндіру үшін атмосфераға 274 грамм көмірқышқыл газ бөлінеді екен. Электромобиль айдаған уақытта салыстырмалы түрде есептеген кезде. Ал іште жанғыш қозғалтқышы бар көліктер 180 граммнан аспайды екен. 1 киловатт сағатына энергия өндіру үшін. Салыстырмалы түрде сонда қарап тұрсаңыз, электромобиль Қазақстанның кейсінде өндіріске дейін де экологияға зиян, өндірістен кейін эксплуатацияға кірген кезде де экологияға зиян болып келеді. Әнекей. Да. Бірақ Алматының тұрғыны сияқты кішкене мына жерден келіспей қалам, өйткені не бар? Менде де кейс бар. Алматыға келгеніме 2,5 ай болды. Былай байқағаным, кейде жаңбырдан кейін таңертең шығасың ғой жұмыс жаққа. Қарасаң тау көрінеді, ауа тап-таза, бірақ 4-ке қарай ауа деген жаман болып кетеді да. Дым дем алмайсың. Иіс деп айтсаң, көбісі айтады, анау ненің иісі деп. ТЭЦ-тің иісі деп айтады да сөйтіп. Бірақ бензиннің иісі. Мен енді регионнан келгенімнен енді сезіп тұрмын да, еще плюс аллергикпін да. Иістерді қатты сезем. Сол прям бензиннің иісі періп тұр. Сол маған ұнамайды. Енді мынау тенденция электрик карды көшіп атқанымыз жақсы деп ойлаймын. Негізі өйткені осындай бір выхлопты азайтады деп ойлаймын. Паблик транспорттың өткені, сосын жеке транспорттардың сол. Негізі енді эксплуатация кезінде ол дұрыс шығар, бірақ мені бір не қылатын нәрсе, күдіртетін нәрсе. Мысалы біз мақұл, ол енді білесіздер ғой, қазір электрокар бізде андай мемлекет квота береді екен, иә? Сонда бір жылда бір азамат өзіне электрокар алып келе алады екен. Өзінің квотасы болады, ешқандай да кедендік төлемдер болмайды ондай кезде, және жай ғана андай пассажирская декларация дейді, соны ғана толтырасың болды. Енді мақұл, алып келдік дейміз. Уже 2023-те шамамен 6,5 мың электрокар уже Алматыға, Қазақстанға келіпті дейік. Тағы да квотамыз әлі 8,5 мың автомобильге дейін квотамыз бар. Оны жарайды, импорттаймыз, енді ертеңгі күні бір 30 жылдан кейін дейік, осы электрокарлар қайда барады?
қайда барады? Олардың бәрі утилизацияға барады. Енді утилизацияға барған кезде бізде уже мысалы білесіздер ғой, мындай оператор роп болды, одан кейін ол скандалмен жабылды, енді жасыл даму деген организация бар. Енді бізде мысалы мен қазір ойлаймын, Қазақстан әлі электрокарды андай утилизациялауға әлі дайын емес, мүлде. Себебі мен естігенім бойынша осы электрокар неге апарған кезде, свалкаға апарған кезде өте андай нестабильный екен. Литий-ионная батарея. Ол қатты не қылады, өзінен өзі жарылып үлкен не апатқа апару мүмкін. И оны мысалы жай сумен сөндіруге болмайды екен ғой. Иә, специальный какой-то бір андай огнетушитель қолданады екен. Класса D, именно металлды сөндіреді екен. Өте қауіпті екен. Өте қауіпті, өте көп улы заттарды атмосфераға шығарады екен. Енді бізде осындай инфраструктурамыз 0 болған жағдайда осындай электрокарларды Қазақстанға алып келу енді қазірге мысалы тиімді шығар, бірақ болашақта бізге кәдімгідей өте бір қауіп төндіріп жатыр деп ойлаймын. Қалай ойлайсың? Жалпы бағанағы литий-иондық батареяларды шығару үшін оның құрамында не бар? Оның құрамында литий бар, марганец бар, никель бар, кобальт бар. Оны анау батарейканы былай қараған кезде. Ал 1 тонна литий шығару үшін 2 миллион тонна ауыз суын бұзу керек екен. Ол жай өндіріс барысында. Ал бағанағы ресайклинг дейді ғой, прересайклинг дейді, анау қайта өңдеу деген стартаптар бар. Дегенмен күмәнді. Анау немістің Voltfang деген компаниясы бағана батареяларды аламыз да үйге қажетті тұрмыстық электрожабдықтарды жасауға қолданамыз дейді мыс. Бірақ қаншалықты шындыққа жанайды білмеймін. Бірақ біз білуіміз керек, Bloombergтің есебі бойынша 2025 жылы әлемде 3,4 миллион электр аккумулятор блоктары қалып қояды екен. Иә. Енді қараңыздар, қазіргі таңда мен мысалы енді экологияға кішкене не қылып да, голосовать етіп тұрамын да. И Европада, мысалы бізде Европада тек қана осылай 5% ғана утилизацияға алады екен. То есть вообще енді Европа тұрмақ, бізде енді ондай технология қашан пайда болады, енді белгісіз болып тұр. Біз Аман екеуміз таңертең сөйлестік қой, автобустардың кладбищесі бар деп ше, моласы бар деген. Қай жерде? Алматыда. Алматыда? Иә, мыңдаған автобустар сынаумен жатыр да. Біз тіпті соны өңдей алмай, оны іске жарата алмай жатқаннан кейін, бағана қанша бізде электрокар бар. Қазақстанда автопарк 4,9 миллион десе, оның 0,11% электрокар екен қазіргі таңда. Ол деген 5500. 5300 пәленбай. Мен ойымша оны өңдеуге қайта іске жаратуға Қазақстанның дәл қазір қауқары жетпейтін сияқты. Дайын емес сияқтымыз. Тем более бізде электростанцияны жөндей алмай отырмыз ғой. Білмеймін, ол Қазақстанға тиімсіз. Не үшін? Қазақстанда қанша? 87,7% жылу электростанциясы, 12,3% гидроэлектростанциясы өндіретін. Ал егер оны отын бойынша бөлетін болатын болсақ, 70% көмір, 10% газ, 4,9%, 5% мұнайды жағып шығаратын нәрселер. Бұл деген сөз, бағана мен айтқан кейс, Қазақстанда электрокардың пайдасынан зияны көп деген сөз. Бұл тенденция әлемде де сол ғой. Анау әлемдік энергетика агентствосының есебі бойынша бүкіл әлемдік статистикада 38,3% көмір, 22,9% газ, бағанағы 3,3% мұнай өнімдерін жағудан алынатын энергиялар. Ал бағанағы альтернативті энергия дейміз, ол баламалы энергия дегеніміз, ол 1,7% ғана күн, 4% ғана жел электростанциялар. Сондықтан дәл қазір әлемде дайын емес. Тек атаулы ғана мемлекеттер бар, мысалы кім 99% электрокар гидроэлектростанция алынады дейді, Норвегияда, Insight EV деген агентствоның есебі бойынша. Ал Бразилия, Парагвайда Итайпу деген гидроэлектростанция бар, ол 90%.
Данияда жел электр станциясы 50%-тен жоғары. Мүмкін оларда ол сәл тиімдірек болатын шығар, бірақ біздің Қазақстанның жағдайында емес. Кімнің DAV деген бар, неміс автокөліктерінің клубының есебі бойынша, тіпті гидроэлектростанциямен қамтамасыз етілген автокөліктердің автокөліктердің атмосфераға шығаратын зияны 62 грамм екен 1 километрге. Ол қарап тұрсаңыз, көмірқышқыл газы. Бұл қарап тұрсаңыз, былай да былай біз қазір дайын емес сияқтымыз. Енді достар, меніңше адамзатқа кішкене шанс берсеңдерші. Көміп тастап да. Шанс дегенде не деп айтып тұрмын? Мен инженер ретінде олша прокомментировать етемін. Жай инженер емеспін, инженер-энергетикпін. Мамандығым бойынша. Және инженерия жағынан кішкене бэкграундым бар. Бізде электр энергиясын табу үшін көмір жаққанымыз жайдан жай емес қой. Не от простой жизни мы это делаем дегендей. Енді жаңа айтып кеттіңдер ғой, Норвегияда 99% дедім ба? 90% гидроэлектростанциясын қолданады. Бізде де гидроэлектростанциялар бар, бірақ олар тек пиковый нагрузканы компенсация жасау үшін қолданылады. Көбіне гидроэлектростанциялар бізде өзендер мол жерде бар да, Шығыс Қазақстан облысында, сосын Алматы облысында бар. Мында каскадный гидроэлектростанцияларды қолданады. Ал не үшін біз көмірді қолданамыз? Енді Құдайға шүкір, жер асты қойнауымыз бар көмірдің. Чуть не топ 3-ке кіреміз. Көміріміз жайма емес, күшті жанатын көмір. То есть энергоемкий ресурс қой. Көмірдің де сапасы болады. Қарағанда, Жезқазған жақта. Екібастұзда көмір көп. Сол үшін біз көмірді қолданамыз. Бірақ меніңше ең жақын степ, ең жақын қадам жасыл энергетика көшу үшін ол атом энергетикасы. Неге өйтіп айтады? Ол спорный. Любой заттың екі несі бар. Неге атом энергетикасы? Жақсы жағы мен жаман жағын айтып жіберейін. Мысалы, көмір біз жерден қазып аламыз ғой, дұрыс па? Бәрі айтады, атом энергетиканың зияны көп, радиация бар деп. Бірақ көмірде радиация жоқ деп кім айтты? Бізде жер астында негізі радиация көп. Мысалы, Батыс Қазақстанды ала қойсақ, көмір жоқ шығар ол жерде. Бірақ Батыс Қазақстан облысында, немесе Маңғыстау облысында жердің астынан темір қазып алсаң, ол уже фонит етеді. Понимаете? Ол жерде кім металлмен айналысады ғой, олар оны жақсы қарайды екен. Олардың прям әрқайсында счетчик Гейгера бар екен да, металл принимать ететін адамдарда. Олар ол металлды алып Ресейге экспорттайды екен. Енді Ресей оны тексермей ма? Бар ма жоқ па? Неге тексереді? Тексерген кезде бүкіл состав, если бір вагоннан табылса, бүкіл состав кетеді екен артқа қарай. Ол үлкен шығын. Сол үшін тексеріледі. Ал Батыс Қазақстанда ол көп екен. Енді ол көмірді жаққан кезде оның бәрі ауаға кетпей ма? Біз онымен демаламыз. Ол да зиян. В любом случае көмір жаққан в целом зиян. Одан ешқайда кетпейміз. Енді атом энергетикасын алайық. Неге қандай рисктері бар бізге? Сосын қандай жақсы жағы бар? Рисктері ол енді жарылып кетуі, сосын судың жетіспеушілігі. Енді қазір біз судың тапшылығымен, как сказать, мы сталкиваемся с дефицитом воды. Бізде тауда нелер, мұз айдындары кішкене азайып баратыр да. Бірақ ол бүкіл энергия түріне қарағанда, во-первых, көп энергия алып келеді. Екіншіден, басқаларға қарағанда жасылырақ. Атом энергиясы суды ысытады, жай буландырады, сосын турбинаны айналдырып электр энергиясын шығарады. Енді электрик кар туралы айтып жатсақ, так и так біз бәрібір көмір жағып, в любом случае ол энергияны потреблять етеміз. Электрик карға кетіреміз бе, немесе майнингқа кетіреміз бе, немесе жалпы басқа инфраструктураны қолдау үшін сол көмірді жағамыз, это без разницы. В любом случае сол көмірді жағып тұрамыз. Меніңше сол электрик карды дамыту керек. Ол неге шанс адамзатқа? Инженер ретінде мен түсінемін да, менеджер ретінде түсінемін, любой проблеманы по мере появления решать надо. Да, бізде андай инфраструктура жоқ, переработка жасау үшін батареяларын. Бірақ болады, сол үшін шанс керек. Енді электрик карлар көбейді, қазір несет, доля электрических машин очень маленькая. Понятно, да? Так как доля маленькая, біз өте қатты мән бермейміз. Бірақ оның
бөлігі көп болған сайын общем машиналардан мне кажется экологияға жақсы жағы тиіп қалады, кейін бізде инфраструктура пайда болады деп ойлаймын. Енді бір жағынан ол инфраструктураны жасау үшін мысалы ол үшін утилизбор не қылған ғой енді бекітілген, иә, бірақ қазіргі таңда электрокарларға ешқандай да утилизбор төленбейді, мен білуімше. Иә, өйткені ол үлкен экологический импакт бар, оны біледі. Иә, бірақ сонымен қатар енді келешекте ол инфраструктураны бізге енгізу керек болады. Соған қайдан ақша аламыз деген нәрсе ғой. Енді біз түсініп тұрмыз ғой, елімізде институционалды проблемалар өте көп. Оны сөйлей берсең біздің бір эфиріміз жетпейді. Негізі, иә. Мысалы айтып жатсыздар ғой, там утилизбор десең бір тоғаны немесе ағуаны тық жереді, болды. Монополия жасайды. Иә. Экономисттер айтады, естественный монополия болу керек и так далее, и так далее. Но естественный монополия қай жерде болу керек? Стратегический объекттерде болу керек, стратегический заттарда. Ол қандай? Электроэнергиясында. Естественный монополия болу керек, жылуда. Естественный монополия болу керек. Там, я не знаю, кен орындарында да, менің ойымша, жеке ойым бойынша, естественный монополия болу керек. Естественный монополия не? Мысалы, халыққа, ол халықтың мүлігі дегенде, сонда естественный монополия болса, иә, жарайды, мен оны түсінемін. Бірақ бір жеке заңды тұлғаны алып, сен осыған ақша аласың, сен осымен тұрасың деп, осылай естественный монополия жасау дұрыс емес деп ойлаймын. Ол естественный монополия деп айтуға да болмайды. Ол енді институционалды проблема. Ол неден шығып тұр? Демократияның тапшылығынан. Біздің халықтың сапасы өсе келе, то есть образование дейді ғой, медицина и так далее, адамдардың көзі ашылып, мен өзімнің көзім ашық деп айтпаймын, менің де көзім ашылып, сосын біздің институционалды проблемаларымыз біртіндеп жойылады деп ойлаймын. Сол институционалды проблемалар шешілген кезде любой сфераны шеше алады деп ойлаймыз біз. Енді просто видите, андай осы даже утилизборды жинайтын мына монополия уже қанша басталғалы бері өзін өзі дискредитировал, по сути, оператор роп болды, енді ол қазір әлі соттасып жатыр, енді қазір жасыл даму, білмеймін, енді будем надеяться, енді келешегімізде осындай электрокарды утилизациясын нормальный бір инфраструктурасын салып не қылатын бір надежда болатын шығар. Енді бағана енді институционалды проблема деп жатсыз, сіз инфрақұрылым деп жатсыз. Министр энергетиканың айтқан сөзі бар ғой, берген есебі бар. Қазақстанда қанша бар? Жылу электр орталықтары дейді, ТЭЦ, теплоэлектрический централи ма? Оның қасында 37-сі бар болатын болса, соның 19-ы қызыл зонада, 11-і сары зонада, 7-і жасыл зонада. О 7-і жасыл зона дегеннің өзі күмән. Себебі не зоналар ол? Не сары? Риск, бұзылуға рискі жоғары деген. Жарамсыз болып қалуға рискі жоғары деген. Ол бағанағы ТЭЦ-тердің 66%-ның тозығы жеткен дейді. Износ. Одан кейін 76% ТЭЦ-тер 50 жылдан артық жұмыс жасаған деп келеді. Бағана жылу электр орталықтарының бағанағы орта жасы 61 жыл дейді. Бұл дегеніміз не дейді? Бір жерің жыртық болса, басқа жерің қыртық болады деп. Бізге электрокар не теңің деген сөз ғой, енді жалпы қазақтың бұл модный болып тұр ма, әлде Қытайдың транснациональды компанияларының лоббизмі болып жатыр ма? Дәл қазір проблема жеткілікті сияқты мен ойымша. Мамам айтатын еді бұрын, жыртықты жамай шаршайсың деп. Жыртық алғанша жаңасын алған дұрыс дегендей. Бір жағынан су тапшы. Құдай-ай, не болып баратырмыз, көршілерге тәуелдіміз. Негізі мен сізбен келісем, Мұқағали мырза. Мысалы, қазіргі таңда еліміз әлі дайын емес. Қанша біздің өзіміздің проблемамыз бар. Одан кейін электрокар енді келеді. Қазақстанда это бесспорно. Бірақ ол уже дополнительная нагрузка сияқты біздің электроэнергетикасына. Қалай ойлайсыздар?
енді мынау нейді даже әскери қойманы өзін жарып жатқан елімізде жарылып жатқан енді былай да айтуға болады дегендей ғой. Енді дәлелденбеген зат да просто атом электр станциясын басқара алу менеджмент қалай қаншалық дамыған. Мысалы Францияның өзінде қанша 70% атом электр станциясы дей ма, оның ішінде. Одан кейін ал жай ғана гидроэлектр станциясының өзі 12. Ал бізге атом электр станциясы қай жерде орналасқан білесің бе? Францияда. Қай жерде? Қызық прикол бар негізі. Мем Америкада жүреді, Европада жүреді. Олар көрші мемлекеттер бар ғой. Прям шекарасында орналасқан. Еще мынандай жері болады, мысалы. Көрші мемлекетпен болады ғой, кейде шекара осындай. Кішкене жерін кіріп кететін жер. Сол жердің шетіне қойып қояды ғой. Ана көршісіне ақысын беріп жүр дейсің. Иә. Сондай көрші Франция негізі. Енді қазіргі таңда, мысалы, қалай ойлайсыңдар, қазір көп кәсіпкерлер осы электрокарларды импорттап жатыр, иә, Қазақстанның ішіне. Сонымен қатар қандай бизнес идея болуы мүмкін деп ойлайсыздар? Уже айтып кеткен сияқтымыз біз. Уже екеуін айтып кеткен сияқтымыз. Переработка, ресайклинг, прересайклинг, литий иондық батареяларды. Но утилизация, уже утилизбор деп жатсыздар и так далее. Ол, мне кажется, ол саланың бәрі сразу монополияға түсіп кететін сияқты. Мен даже мусор перерабатывать ететін мусор перерабатывать ету үшін тоғы ашып, оны жасау үшін, ол жерге кіру үшін қандай проблемадан өту керек екенін білмеймін да. Мен кейстар жоқ, мысалы. Я не говорю уже об утилизации там электричеством. Олардың долясы өскен сайын вкусный пирог болып кетеді деп ойлаймын. Да, ол күшті бизнес идея. Екінші бизнес идея maintenance, поддержка. Установка этих электрозарядок? Ол да мүмкін. Сосын мысалы машина сынбайды деп кім айтты, ол сынады ғой. Иә. Жай электрик оны жөндей алады деп оған сенбеймін, мысалы. Оған кішкене бір специализация болу керек сияқты. Өйткені ішінде көп технология қолданады. Мысалы даже ішін айтып жатырмыз ғой, литий ионны деп жатырмыз да. Ол жеріне химиялық энергияны электроэнергиясына преобразовать ету. Ол енді кішкене оны түсіну керек, мысалы. Сосын ішінде двигатель бар. Двигательдің да өзінің несі болады. Привод дейді ғой. Оның да өзінің специалисті болады. Оған электроника бар. Микросхема, микрочип. Да, сенсорлар, микрочиптар, сосын оны да. То есть көп бизнес ашуға болады оның бойында. Так что идеялар дегенде толып тұр. Уже бәрін айтып тастадық біз. Утилизациядан бастап поддержкаға дейін. Жақсы. Ал енді мысалы инвестиционный мына қор нарығы туралы айтып кетсек, иә. Мысалы сіздерде Tesla немесе NIO, басқа да бір электрокар шығаратын мысалы компаниялардың акциялары бар ма? Менде болды, қазір жоқ. 2020 жылы нарық қатты түсіп кеткен кезде мен солардың акцияларын алған едім. Тесланың акциясын алған едім. Қатты өсіп кетті тез арада, ковид кезінде. Сол кезде күшті табыс алған едім. Бірақ мен оның показателін қарамаймын ба енді, финансовый показательдарын. Қазір қатты сенбеймін. Өйткені біріншіден оның бағасы құндылығына сай келмейді. Біріншіден, оны даже показателін қарасақ, earning да, statement. Қанша ақша табады және капитализация қанша тұрады дегендей соның қатынастарын қараған кезде кішкене неразумный сияқты. Ол біріншіден. Екіншіден, даже Тесланың өзінде конкуренттары көбейіп жатыр. Особенно қытайлықтар шығар. Қытайлықтар, европейцтар. Мысалы Тесла 17% нарық көлемін алып тұр екен. То есть доля от всех продаж электрических машин в мире 17% Теслада. Ол бірінші орында болған екен. Осы 4-ші кварталда қателеспесем BYD деген Қытай компаниясы Тесланы қуып жетіп алды екен. Конкуренті ма? Иә. Енді біз бәріміз түсініп тұрмыз ғой, конкурент жетіп отқан кезде, значит сол нарықтың бөлігін алып жатыр деген сөз.
мен естіген бойынша мына Тесла Қытайда уже нелердің бағаларын түсіріп жатыр екен, яғни демпинг жүргізіп жатыр. Яғни қазіргі кезде мына үлкен гиганттардың арасында осындай не болады да, ценовой соғыс сияқты, ценовая война. Вот сол себепті мысалы енді қазіргі таңда электрокарлар өте әйгілі болып жатыр, тренд кәдімгідей. Алатын ба едіңіз? Тренд десе сразу зикр. Сол енді мақұл зикрдің болса да акцияларын алатын ба едіңіздер? Мұқағали, қалай ойлайсыздар? Мен енді электрокардың акцияларын алмас едім деп ойлаймын. Не себепті? Мұқағали сенбей тұр ғой долгосрочный трендқа. Мен зикр деген сенбеймін, мен зикр дегенге сенемін. Жоқ, білмеймін, интуиция дейінші. Сіз қалай ойлайсыз? Сіз мамансыз ба? Қараңыздар, мен негізі өте пассивный инвестор дейді ғой, пассивті инвестор. Мен түсінем, қазіргі енді бәсекестік не қылып жатыр ғой, дамып келе жатыр, олар бірін-бірі жеп қояды по-любому. Енді Тесла ма, білмеймін, басқа Нио ма, BYD ма, маған бәрібір. Мен түсінем, что электрокар ертеңгі күні ол дамиды по-любому. Сол үшін мен бүкіл сегментті ала саламын. ETF. Вот дұрыс айтасың, ETF. Яғни мен бәрібір оның ішінде кім жеңеді, кім жеңбейді. Главное, табыс алып келсе болды. Сол үшін мен мысалы әртүрлі ETF-тар бар. DRIV деген бір ETF бар. Ол толық мына электрокарлардың сегментін алады. Болды. Мен басымды қатырмаймын. Бұл бірінші стратегия. Екінші стратегия, мысалы, мақұл электрокарларды енді алдық дейік. Сонымен қатар, мысалы, басқа да ETF-тер жақсы, басқа акциялар да жақсы, бірақ олар именно смежный нелерді область. Мысалы, батарея шығару, аккумулятор, микросхема. Мысалы, Nvidia деген акцияны білесіздер ғой, Мен былтыр One Love Nvidia. Мен былтыр ровно бір жыл бұрын Nvidia акциясын алдым, 2 акциясын алдым. Сол кезде ол $219 тұратын. Бүгін таңертең осы подкастқа келер алдын несін енді портфельді ашып қарасам, оның бағасы $493 түсті. 2 еседен асып. 2 есе. Өте жақсы құнды баға, қағаз, және сонымен қатар AMD деген сол сияқты қағаз. Осындай смежный қағаздарды алуға болады, потому что енді бізге бәрібір, кім жеңеді, самое главное, сол электрокарға керекті нелерді, заттарды өндіретін компанияларды алу керек та. Мысалы, даже тот же самый аккумулятор дейік, сол сияқты. Поэтому осындай стратегияны қолдануға болады. Өте прагматикалық подход. Сіз қай платформадан аласыз оның барлығы? Қай жерден? Менде 2 брокерім бар, сол бұрын TD Ameritrade деп аталды, қазір енді Charles Schwab деп не қылып кетті, өзгеріп кетті. Поглощение болды ма? Поглощение болды. Сол арқылы. Сіз енді өзіңіздің анау жүргізетін влогыңыз ба, блог ба, банағы қоғамдық сообщество ғой, қоғам, сол жерде осындай ойларыңызбен бөлісіп отырасыз? Негізі онша былай бөліспеймін, потому что енді мен пассивный инвестор болғаннан кейін онша көп уақытымды бөлгім келмейді. Ол вообще адамға қызық емес негізі. Бір ETF-ті алдың, никакие там гонки, падения, как это говорят же, скандалы, интриги, расследования деген жоқ та. Просто простой ETF аласың, болды, басыңды қатырмайсың. Одан ба басқа нелер бар ғой, қызықты нелер, отрасльдер. Мысалы, подкаст жүргізіп жатырмын. Өте қызық. Подкасттың ETF-ін ашып қойсақ. Алматының подкаст студияларын бәрін жинап. На рост подкаст студии. Күшті, керемет ой. Жақсы. Сенде бар ма ETF? Менде Nvidia дедің ғой? Nvidia-ны жақсы көрем. ETF жоқ менде. Мен ол нарыққа ставка қоймаймын дейді ғой, орысша айтқанда. Не ставлю на это. Бірақ ол өте күшті ой, ETF-қа ақша салу өте ұнады. Нарық өседі өйткені. Даже қазір Алматыға қарап тұрмыз ғой. Егер де электр машиналардың бөлігі өсіп жатса, бөлік деймі, қалай дейді, доля электрических машин, если растет, от числа общих машин. Үлесі, электр машиналардың үлесі жалпы машиналардың үлесінде өсіп жатса, демек ол нарықтың да өсіп жатқаны деген сөз.
Мен онда Айгүл ханым айтқан сөзінен кейін ойландым. Мен алатын едім акцияны, бірақ қоғамдық электрикалық көлік шығаратын болса. Автобус, электроавтобус? Иә. Себебі жеке дара дамымау мүмкін, бірақ қоғамдық әлбетте дамиды. Қоғамдық дегенде мен ЛРТ-ні көремін да. Өзіме ЛРТ елестім қазір. Сол астанада үйімнің қасына ЛРТ салатқан еді, сол кезде айтып жатқанбыз 2016 жылдары, 17 жылдары. Болашақ келіп қапты ғой дегендей. Сосын қанша жыл өтті уже, скоро 10 жыл болады, сол туралы памятник болып. Сосын Дубайға барғанда көрген едім, ЛРТ қандай болады екен, мәс саған. Аузы күйген үрлеп шет дейді ғой, сол сияқты ойланып бар еді. Сол кезде сторис жазған едім, достар қараңдар, Астанада осылай жүруші едік дегендей бар ғой, мініп жатқан кезде. Керемет. Сосын NVIDIA жайында айтқым келген еді. Смежный отрасль, ол да жақсы ой. Ол нарық өсіп жатыр, бірақ ол тек электр машиналар үшін өсіп жатқан жоқ қой. Әрине. Негізі тағы да қазақшасын білмеймін, вычислительные мощности дейді. Біздің технологиялар, сосын цивилизациямыз өсе келе, нам нужно больше вычислительных мощностей. Не үшін? Биткоин болды ғой, криптовалюта. Криптовалютаны жұмыс істеу үшін, оның шифрация жасау үшін көп вычислительный мощность қажет. Кейін экономика өсіп жатыр. Бүкіл системалар өсіп жатыр. Информационная безопасность, оның бәріне вычислительный мощность қажет. Программалар қиындап баратыр. Даже то же самое видеомонтаж жасау үшін программалар қиындайды, оған да көбірек вычислительный мощность керек. Жасанды интеллект керемет жұмыс жасайды, оның бәрін қазір-ақ көріп тұрмыз бәріміз. Оның жұмыс істеу үшін физикалық қуат қажет, дұрыс қой, инфраструктура қажет. Соның бәрі дамиды, және электркарлар, және оның бөліктері, компоненттары. Олар дамый келе, демек сондай NVIDIA сияқты, AMD сияқты компаниялардың нарығы өсет деген сөз болашақта. Тез өсет деген сөз. Онда мен сатпаймын, осы жыл сатпаймын NVIDIA-ны. Ол керемет шешім. Айгүлхан, тағы бір ақыл айтып жіберсеңіз, сіздің айтқан сөздеріңіз құлаққа жағымды, майдай жағы. Экономика жағынан. Ойбай, енді онша көп ақыл емес менікі. Енді жалпы ол өте, мен ойлаймын, чем проще, тем лучше деген не ғой, стратегия. Яғни жалпы негізі осы ой, бүгін тоже туындады да маған. Зачем бізге бізде онша уақыт аз ғой бізде бүгінгі таңда. Қараңыздар, өзіміздің жұмыстарымыз бар, өзіміздің личный проектлеріміз бар. Бірақ сонымен қатар бізде обязательно әр қазақстандықта өзінің инвестиционный портфелі болу керек. Енді ол инвестиционный портфельді құру үшін оған да былай уақыт керек, оған да инвестиция жасау керек, И ондай кезде енді біз бәріміз ондай маман емеспіз ғой, акцияны таңдап не қылатын. Сол үшін енді өте оңай, простой стратегияны таңдау керекпіз. Яғни бірінші стратегия это бүкіл сегмент ала саламыз, өзі соғысып әйтеуір бір лидер қалатын шығар ішінде, Tesla болсын, NIO болсын. Екіншісі, яғни сол экономикалық сегментті қолдайтын қосымша нелер болу керек, қосымша смежные области. Соларға инвестиция жасасақ, болды, залог успеха, мне кажется. Мен түсініп инвестиция жағынан стратегияңды. Уақыт және тұрсың ғой, ол смарт стратегия ғой негізі. Не үшін мен трейдер емеспін ғой дегенде де постоянно бүкіл уақытымды кетіріп, соған қарағанша жай нарықтарға салып тұрсам болды. Егер көріп тұрсам, негізі Питер Линч айтқан ғой кезінде, инвестируй в то, в чем разбираешься, или то, что тебе нравится дегендей. Макдональдсты жеуге оңай ма? Макдональдстың акцияларын сатып ал. Кока-коланың ішімдігін ішкің келе ма, соны ұнатасың ба, Кока-коланың акциясын сатып ал дегендей. Ол негізі дұрыс шешім. Керемет. Кока-коланың ішімдігі де бір нақты айттың ғой. Қалай айту керек? Білмеймін, маған осы сөз ұнады.
ішімдік деген сөз негізі жаман мағынада қолдана ма? Қолданыла ма? Сусын шығар, сусын деп айтайын. Сусын, иә, дұрыс. баға сөзің күшті екен. Дұрыс. Негізі тағы ну, не совсем в тему, бірақ айтып кетейін. Мысалы, қазіргі кезде біз енді экология туралы көп айтамыз ғой, көп әңгіме не қыламыз, иә, біз сортировка мусора жасаймыз, одан кейін оны апарамыз. Оказывается, осы бір 100 жыл бұрын Кока-кола, енді Кока-кола туралы айтып кеттім ғой. Кока-кола сусынын өзі шыны тарыда не қылатын ғой, сататын ғой. Одан кейін біз тұтынушы ішіп болғаннан кейін сол шыны тараны қайтадан неге переработкаға апарады. Кока-кола оны жуады и қайтадан сусын құяды. Яғни ешқандай да бір не экологияға зиян жоқ. Ал содан кейін какой-то бір экономист, сол Кока-коланың экономисті, давайте біз енді пластиковый бутылкаға өтейік дейді да. Сонымен олар енді пластиковый бутылкаға өтті, потому что это не дешевле. Сонымен не басталды? Енді экологиялық проблема басталды. Барлық жерде осы Кока-коланың бутылкалары, басқа да заттар жатқан. И қоғам, сол кездегі Американың қоғамы протестке шығады. Біз оны қолдамаймыз, сіздер ответственны за это деп не қылатын. Сол кезде Американың бірнеше үлкен компаниялары не қылады, мынандай бір айла табады екен. Олар айтады, давайте біз осыны стратегиямызды жүргізе берейік, бірақ біз бүйтейік, біздің пластикалық тараны неге переработкаға жібермеген үшін біз тұтынушыларға жауапкершілігін соны тұтынушыларға сала саламыз дейді. И сонымен келе, мысалы, қазіргі таңда қарасаңыздар, действительно қаншама енді пластиковый бутылканы кім шығарады? Үлкен корпорациялар шығарады ғой. Ал бірақ жауапкершілік кімде? Бізде. Не себепті олай? Енді это былай қарасаңыз әділетсіздік қой, по сути. И мысалы, мен естімеппін, чтобы Кока-кола немесе басқа да бір үлкен компаниялар какой-то бір мусороперерабатывающий предприятие жасаған. Мен мысалы естіген жоқпын, ондай ақпарат жоқ. Сондықтан бұл да бір не ғой, үлкен корпорациялардың айласы. Яғни тұтынушыларға бүкіл экологиялық проблеманы тұтынушылардың мойнына жауапкершілікті бере салған. Негізі ол жаңа сөз айтпайтын шығарым, любой корпорация, қай корпорацияны алмасаң, олар наркоман сияқты. Қандай наркоман? Ол ақшаның, выручканың наркоманы, объемның наркоманы. Оларға әрдайым сол керек. И олардың маркетологтары, сосын менеджерлары бәрі соны ойлайды. Қалай сол кірісті көбейтейім дегендей, сосын оборотты қалай көбейтейім деген ойда тұрады. Өйткені акционерлар бар ғой. Егер олар оны ойламаса, демек акцияларының бағасы түсіп кетеді. Акционерлер сата бастайды акцияларын. Демек компанияның жұмысшыларының кішкене моральды тұрғысы кішкене жамандай бастайды деген сөз. Өйткені көп компаниялар өзінің акцияларын жұмысшыларына береді. Негізі америкалық компаниялар. Ол жақсы соучастие пайда болады. Енді жауапкершілік жеке тұлғада деп тұрсың ғой, жай адамдарда. Оның да бір жақсы жағы бар деп ойлаймын. Негізі мектептен бастап әр балаға сен осы әлемге жауаптысың деп өсіру керексің деп ойлаймын. Оның бәрі неден шығып тұр? Осы әлемдегі загрязнение дейді ғой, бәрі pollution. Өйткені жауапкершілік не воспитывается. Тәрбиеленбейді. Кішкентай кезіңнен бастап. Сол жағы жаман. Енді электрик vehiclesқа қайттан оралсақ, қайттан біздің темамызға да рисктер туралы айтып кетейін деп едім. Алматыға бірінші рет келген кезде мен Volkswagenға отырғам. ID деген бар екен, электрикал. Таң қалдым. Бизнес таксині заказать еткем, сол Volkswagen келген мықты іші, өте әдемі. Ішін даже видеоға неткен. Түсіріп алдым. Иә, өте ұнады маған іші. Сосын түскеннен кейін видеоны қарағам. Салайын дегем да, өзім инстаграмыма салып қойдым даже оны неге сторисқа. Естеріңізде ма? Чернобыльдің авариясы болған кезде видеоға түсірмей ма? И неге микрофондарда мынандай не болады екен даже дыбыс тық бірдеме атып тұрғандай. Иә. Дәл сондай дыбыс менде болды.
да, дыбысы әдемі, жақсы жазады, ешқандай помеха жоқ, именно сол машинаның ішінде сондай дыбыс болған. Мүмкін мен инстаграмма немесе телеграмма салып жіберемін сол видеоны, бірақ дәл сондай дыбыс болды. Сол кезде кішкене мен нетіп қалдым, күмән пайда болды. Мүмкін риск бар шығар, мүмкін сол электромагниттік өріс зиян шығар ішіндегі. Өйткені сен ішінде отырсың ғой электрик машина, бүкіл электрикал, да, бүкіл электромагниттік өрісті шығарып тұрады. Бірақ электромагниттік өрістің көп болғаны бәрібір денсаулыққа зиян ғой адамға. Біз енді биологиялық неміз ғой, существомыз ғой, дұрыс қой. Мен ол жайында көп мақалалар оқығам, ешқандай дәлел жоқ екен. Адамға зиян деген. Электромагниттік өріс сотканыкіндей дейді электр машинасында. Бірақ сотка қандай, телефон кішкентай, машина қандай, сен дәу батареяда отырсың, да. Сол жағынан кішкене күмән пайда болды. Сол кезде мен ойлағам, лобби бар шығар электрик машиналарды өндіретін компанияларда, сол үшін ол туралы айтпайтын шығар деп. Міне ойымыз бір жерден шықты деп қой. Екінші зат ол тыныштық. Өте тыныш жүреді. Мысалы, естімей қалу мүмкін, да. Ол жағына кішкене жеке тұлғаға зиян шығар. Пешеход дейді ғой, жаяу жүретін адамдарға. Сол, ары қарай біз айтып кеттік уже, переработка жайында, сол жайында. Жалпы 10-15 жыл ғой, батареяны өмір сүру мерзімі. Айгүл 30 жыл деп айтты вроде, да? Қанша жылдан кейін переработка? Точно екенін білмеймін, просто мен ойлап отырмын как раз. Осы в конце концов ол бір неге свалкаға барады ғой, күннің бір күнінде, иә? Содан кейін не істейтінбіз деген сұрақ. Кеше ма қашан анау аптада TikTok қараған едім, суықтар болып еді ғой, -20 дейін, 30-ға дейін трассада қараңыздар. Ұйықтап қалды машиналар. Трасса тұрып қалды ғой, электр машиналары. Біздің суықтарға кішкене бейімделмеген екен олар. Ол жағын ойластыратын шығар олар. Әлбетте, телефон, айфонымыз өшіп күйдіріп еді, енді машинамыз өшіп күйдіріп жатыр деген. Сосын тағы бір рискі бар, оны айтпадым. Өте очень возгораемый. Легко воспламеняющий. Батареяда үлкен энергия тұрмай ма, тем более электр машинасының бүкіл асты электр батареясы. Енді өзің айтып кеттің ғой, жанса сумен өшіре алмайсың. Анау жанған кезде жай жанбайды, атып жанады да, не сияқты, сварка сияқты жанады прям. Егер сол жандырса сүйекке дейін ештеңе қалдырмайтын шығар, меніңше. Негізі осы батареялар жанған кезде оларға кислород керек емес екен. Это чисто химическая реакция. Вообще кислород керек емес. И одан кейін сумен сөндірсең, ол одан бетер сумен реакцияға, химический реакцияға түседі да, одан бетер күшейеді екен. Мәссаған, су топливо сияқты десе, бензин қойғандай қоясың ғой, получается. Содан кейін специальный бір огнетушительдер керек екен. Оны білмеппін. Енді электр машинасының қасынан өтіп отқан кезде кішкене қорқып өтетін болдым олай. Кәлимаңды айтып өтесің бе? Иә. Қоғамдық көлік өтейік ағайын. Қоғамдық көлік өтейік ағайын. Енді қоғамдық көлік жанса, 100 адам біраз кетеді ғой. Ал үкімет қоғамдық көлікті дамытайық. Соның инфрақұрылымын дамытайық. Мен сізді қолдаймын. Негізі дұрыс ой, мен де солай ойлаймын. Электр қоғамдық көлігі ма немесе бензин? Қандай болса да, дегенмен енді дамыған болса дейді. Мен негізі осы жылы сентябрьде Швейцарияға барып келдім ғой, командировкамен. Сол кезде мен таң қалғаным, во-первых, ол жерде машина өте қымбат тұрады. И салығы да қымбатты. И екіншіден, олардың қоғамдық көлігі настолько развитый, сен любой, шығасың, мына жерде сразу трамвайная линия, отырасың, қалаған жеріңе, қалаған населенный пунктыңа жүре бересің. У них настолько все продумано, бүкіл мемлекеті, бүкіл көшелері бәрі осы қоғамдық көлікке арналған екен. Өте қолайлы, нелері де андай жиі кеп тұрады, и андай перемещение идеально. Өте қолайлы, тез, соған енді Құдай қаласа жете берейік. Стористарын қарағам, керемет, тап-таза іші, өте күшті. Бірақ біздің Алматының несіне барған ем мен, метросына. Тоже Алматыға келген кезде таң қалып қалай екен метро дегенде. Біздікі де таза, біздікі де әдемі, маған ұнады. Тек қысқа болғанын айтпасақ.
біздің негізі мына қоғамдық жүру желісі, автомобильные вот эти дороги, олар американского типа деп ойлаймын. Себебі Америкада, мысалы, енді салыстырған ғой, Америка мен Европаны салыстырған кезде мынандай парадокс. Яғни сіздер чем больше вы строите дорог, тем больше машин. Ол вообще бітпейтін нәрсе. Яғни жолды сала берсең, машина көбейе береді. Ал Европада басқа стратегия. Олар наоборот қоғамдық көлікті көп болу үшін жолды азайта ма? Олар қоғамдық көлікті көп дамытқан, соның и еще шектеу қояды ғой, мына үлкен салық болғаннан кейін. Сондықтан негізі мына пробка ненің бәрі осы салдарынан, яғни замкнутый круг, мысалы жол саламыз, машина көбейеді, одан кейін пробка көбейеді, одан кейін қайтадан жол саламыз, қайтадан машина көбейеді, и солай жүре береміз. Арасындағы ремонттық жұмыстар айтып қойсаңшы. Ол да бар. Түркияда болған кезде, Европа жайында сөз айтып кетейін. Түркияда болған кезде таң қалып едім, жолдары өте кішкентай, енді қалалары көне ғой. Жолдар реально кішкентай. Машинаны, сол жерде машинаны айдау үшін өз ісіңнің несі болу керексің да, профессионал болу керексің. Сол жерінен келсем, Европада жол аз екен, шынымен. Бір сағат өтті-ау деймін. Айгүл ханым, сөз төрелігін айтыңыз. Сіздің дебютіңіз. Не деймін? Ал достар, осылай біздің подкастымызды қолдап жатқаныңыздар көп рахмет. Енді біз одан да күшті, қызықты қылып подкаст түсіруге не қыламыз, бар күшімізді саламыз. Бізді қолдап жіберіңіз, лайк басып, біздің парақшамызға тіркеліп алыңыздар. Комментарий жазсаңыздар тіптен жақсы. Рахмет. Рахмет достар. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Все.